Осындай ойыншық қазіргі уақытта барлығында бар деп ойлаймын. Осы ойыншықтармен бірнеше тапсырмалар орындауға болады, иә. Мысалы, өздеріңіз көріп отырғандай, бұда 6 чашка бар. Бала бізде мысалы негізгі түстерді ажырату керек. Бізде негізгі қызыл, жасыл, сары, көк, иә. Ол үшін біз балаға айтамыз: әр ыдыстың түсіне қарай мына заттарды топтастыр. Бала ыдыстардың түсін айта отырып, заттарды салады. Жерде түсті ажыратамыз. Және де заттардың атын айтуымыз керек. Егер бала осы 4 түсті ажыратса, 2 түсті тағы қосуымызға болады. Онда өзінің заттарын өзіне салғызамыз. Барлық заттарды салғызып, санатып, түстерді ажыратуға болады екен. Одан кейін, өздеріңіз көріп отырғандай, 2 қысқыш бар бізде. 2 қысқыш біздің 2 қолымыздың жұмыс жасауына ықпал етеді. Мысалы, көк қысқышпен көк затты алып, көк ыдысқа сал. Оң қолыңмен сал дейміз, иә? Оң қолмен салады бала. Бұны қысқанда балаға оңай емес. Екінші, сол қолыңмен қызыл қысқашты алып, қызыл затты сал. 2 қолмен бірдей жұмыс жасау керек бұл жерде. Міне осылай бала жүзеге асырады жұмысты. Ритмикалық қатар дейді, қатармен қойып шық. Кезектілікті сақта деген ғой. Міне осылай кезектілікпен қойып шығуға болады. Бала заттардың атын атайды, паровоз, ұшақ, паровоз, ұшақ деген сияқты кезекпен 2 затты қатар қойып шығу керек. Егер одан күрделірек қыламын десең, 3 затты қоюға болады. Мысалы, паровоз, ұшақ, зымыран, паровоз, ұшақ, зымыран. Бұл уже күрделі кетеді екен. Енді мына ыдыстарды пайдалана отырып, балаға былай айтуымызға болады. Әсіресе бұны тексеру кезінде пайдалануымызға болады. Біз көбінесе осы негізгі 4 түсті қолдануымыз керек. Қараңыздар. Былай айтамыз: қызыл емес, сары емес, көк емес. Бала жасылды айтқан түсіну керек. Жерде түсті ажыратады. 2 ұшақты салады. Мысалы, 2 зат сал десеңіз, 2 зат салады. 3 зат сал десеңіз, 3, 4 зат сал десеңіз, 4. Ары қарай жалғастырасыз солай. Жасыл емес. Жасылда уже зат бар екен біледі бала. Қызыл емес, көк емес. Бала сары зат екен түсінеді. Сары затқа, мысалы, сіз 1 зат сал десеңіз, 1 машинаны салады. Ол машина сары екен түсінеді. Міне осылайша ойнатуға болады екен. Содан кейін тағы да мысалы заттарды салғызып, барлығын салғызып алуға болады балаларға. Барлығын әрқайсысын өзінің түсіне қарай салғызып алып, барлығын салғызып аламыз да. Ал енді көзімді жұм дейміз, балаға. Көзін жұмғызып, 1 затты алып тастаймыз. Содан баладан сұраймыз: қандай түс жоғалды деп. Бала көзін ашып, сары деп айту керек. Сары қай жерде тұрды деп сұрау керек. Сары, жасыл мен көк ыдыстың ортасында тұрды деп айту керек бала. Міне, қараңыздар. Енді тағы көзін жұм деп балаға күрделендіреміз. Тағы да 2 затты алып тастаймыз. Баладан сұраймыз: не жоғалды деп, қандай түс жоғалды деп. Бала жерде табу керек. Зымыраны бар, жасыл ыдыс жоғалды. Және сүңгуірі бар, қызғылт сары ыдыс жоғалды деген сияқты айту керек бала. Содан ол қай жерде тұрды? Көрдіңіздер ғой? Қайда тұрғанын білу керек. Қызыл мен сары ыдыстың ортасында тұрды. Көк пен күлгіннің ортасында тұрды. Күлгін ыдыстың ортасында тұрды. Міне осылайша жұмысты, ойынды қызықтырып, күрделендіре түсеміз. Балаға өте пайдалы. Түсті ажыратады, ойлайды, есте сақтайды, көру гнозисі, барлық процестер, сенсорика, ұсақ моторика барлығы жұмыс жасайды.